Ассалаумағалейкум. Менің атым Шыңғысхан. Мен және де Астана қаласындағы 51-ші мектеп гимназиясында 7-ші сынып оқимын. Жасым 12-де. Мен сіздерге Рамизон Крузо саяхатын әңгімелеп беремін. Ал бастадық. Мен ауқатты отбасыма дүниеге келдім. Мен жақсы білім алдым. Әкем заңгер болғаным қалады. Бірақ мен теңізде саяхаттағым келді. Бір кезде мен танысым Лондонға саяхаттағысы келді. Мен сөйтіп, омен бірге ол мені шақырды. Бірақ әкем қарсы болды. Әкем маған әңгіме айтты. Сол әңгімеде айтады: сен осы саяхаттасаң көп қиындық болады. Кішкене ойлан. Бірақ мен оның сөзіне қарамай қатты саяхаттағым келді. Біз сөйтіп сол танысымен біз Лондонға шықтық. Біздің зәкіріміз сынып қалды. Бірақ біз жолға шықтық. Сол біз сөйлесіп жатқан кезде ол айтты: сен менімен бірге саяхаттауына болады. Мен қатты қуандым. Мен сол үстелдің үстіндегі әшекей бұйымдарды Лондонға келген кезде саттым. Өзіміздің елімізге келгеннен соң мен өзімнің анама 300 фунт стерлинг бердім. Сол танысым қайтыс болғаннан кезде өте қуанышты болмадым. Бірақ мен бір өзім саяхаттауыма қатты қаладым. Бір кезде мен саяхатқа кемемен шықтым. Сол кемемен шыққан кезде мен қарақшылар мені тұтқынға алды. Сол тұтқында мен қашқым келді. Бірақ мен дәретханаға сұранып, бір кемеге отырып қашып үлгердім. Сөйтіп мен Бразилия еліне келдім. Бразилия елінде қант зауыттың бастығымен сөйлескен кезде ол бізді қара қылы адамдарды сатқысы келді. Бірақ мен ондайға қарсы болдым. Мен 300 тоннадан асқан жүк кемеге отырдым. Теңізде үлкен дауылдар болуды бастады. Толқындар үлкен таулар сияқты болып көтерілуді бастады. Бір үлкен толқын менің кемемді екіге бөліп жіберді. Кемені екіге бөлгеннен соң толқындар мені судың астына аппара бастай берді. Бірақ мен судың үстіне шыққан соң сол толқын қайттан сол судың астына аппарды. Сол судың астында толқындар мені бір аралға тоқтатты. Сол аралда кеменің жарты соғанын біліп, мен есімді жиюды бастадым. Есімді жиған соң, сол кемеге барғаннан соң, ояқта ешкіні көрдім. Сөйтіп, ешкі және көп құстар болдым. Мен өзіме кішкентай үйшік салдым. Сол үйшік сыртына кішкентай забор болса да істедім. Ешкінің етінен, ешкінің жүнінен және майынан өзіме заттар жасауды бастадым. Мысалы, ешкінің майынан майшам, май, ірімшік және тағы басқа заттар істедім. Ал жүнінен болса, мен өзіме киім-кешек, аяқ-киім істедім. Мен соны істеп үйренгеніне қатты қуандым. Сөйтіп, мен өзіме кеме жасауды бастадым. Мен өзім еліме өзімнің неме қатты бағым келді. Бірақ мен қай аралда екенін білмедім. Өзіме кеме жасауды бастадым. Сол кеме жасап жатқан кезде сол қатты кішкентай екенін білдім. Мен өзім еліме жете алмаймын деп, сол
аралды аралауды бастадым. Аралап жүрген кезде мен ойладым, что мен аяқта дым болмайды, и дым таппаймын деп ойлады. И сөйтіп жабайы адамдарға тоқтап қалды. Ол аяқта адамдар білген кезде қатты қуанды. Бірақ ол әшейін адамдар емес, жабайы адамдар болды. Жабайы адамдарды көргеннен соң, бір адамды тұтқынға алғаннан көргеннен соң, сол тұтқындағы адамды құтқарғысы келді. Бірақ ол қорқуды бастады. И мен оны құтқаратын кезде ол ойлады, что мен тұтқынға алып, олар мені пісіріп жейді. И сөйтіп ол сол тұтқынға алған баланы ол отқа пісіргісі келді. Бірақ ол жабайы адамдар теу жіберіп қашуды бастады. Қашу уақытында ол сол мен көмектестім. И сөйтіп сол жабайы адамдарды қуып жібердім. Сол құтқарылған адамды мен атын Жұма деп қойдым. Сол Жұма екеміз кеме істеуді бастадық. Бірақ біз кеме уақытында мен оны кішкене ағылшын тілін үйреттім. Ол ағылшын тілін қатты білмесе де, мен оны құтқарып біліп отқаннан соң, ол қуанып отты. И рахмет айтып отты. И бір кезде ол кеме жасап отқан кезде, и сол жабайы адамдар қайтадан бір адамды тұтқынға алады. И Жұма айтады, бұл мен әкем, мен оны құтқаруым керекпін, құтқарсам болмайды деді. Бірақ мен сонда да мен көмектесуім керекпін деп, Жұма сояққа барады да жабайы адамдарға айтады, бұл менің әкем деп, және де жабайы адамның тілдерін біледі екен. И Жұманы құтқарып адамның әңгімесін айтуды бастайды. И жабайы адамдар оған қатты таңғалды. Таңғалғаннан соң, олар оған кеме жасауға көмектесті. Көмектескеннен соң, сол кемені тексеріп отқан кезде тексеріп отты. И және де сол ешкіні майынан және жүннен киімдер жасауды үйретті, ал майынан майшам, май және ірімшік жасауды үйретті. И және де ол өзінің еліне келгеннен соң, әкесі мен ағасы қайтыс болғанына қатты өкінді. Бірақ мен бір әйелге үйлендім. И 2 баламен бір қызды сүйдім. И және де ағам мен әкемнен 2 баланы асырап алдым. И сол бір баламды марақ қылдырдым. Мен сол жақта, жабайы аралда және басқа жерлерде не істеп үйрендім, сол өзім балама соларды үйреттім. И сол бала менімен саяхаттауды бастады. Болдым.